Конституцияда билік кім деп Билік жазылған? дейсіз бе? Билік дейсіз. Халық. Халық ба? Онда сіздің замдарыңыз бар ғой жаңа. Билік біз деп жүр. Кім? Енді замдарыңыз өзіңіздің, сол облыстағы. Кім айтсаңыз? Енді кім айтқанда айтамын ғой кейін, кім айтқан. Одан кейін Қаратау мөлтек ауданы бар бізде. Неше жыл болды, жұрттардың госактысы бар қолдарында. Ол жердің бәрі карьер қылып қасып тастаған. Ешқандай үй сала алмай отыр халық. Сол мәселе екінші сұрағым. Үшінші сұрағым Тасып Жандос. Кентау қаласы 78% кәріс жүйелері бар деді ғой. Сол кәріс жүйелері болса, кәріс жүйесінде сулардың бәріне көшеге ағып отыр. Сосын Шұғыла мөлтек ауданы. Су жүрген, свет жүрген, бәрі жүрген, бірақ кәріс құбырлар жүрмеген. Ол кәріс құбырындағы судың бәрін ертең халық толық жауап береді. Қаратау ауданы бойынша. Нұрқанович, бұл Қаратау мәселесін Бақтияр мырза сіз былтыр да көтерген болатынсыз. Бізде мынау Шұғыла мөлтек ауданының жоғары жағынан алаңша бар. Өкінішке орай ол жерге бірінші біз инфрақұрылым тартуымыз керек, содан кейін барып келеміз. Қаратау мөлтек ауданында 160-қа жуық жер учаскесі мынау бұрынғы өзенге жақын орналасқан, сол жерден заңсыз тас алып карьер болған, енді ұзақ жылдардан бері. Ұзақ жылдардан бері мынау карьер болып кеткен, тасын ұрлаған. Бұл тасты алып отқан біз қазір полициямен күшейтіп, оны қадағалап отырмыз. Оның бәрін алып отқан өзіміздің тұрғындар. Карьерге айналдырып жүрген. Енді біз қазір жердің инфрақұрылымы қашан дайын болады, сол кезде ғана ол жерлерді көшіре аламыз. Ол жерге инфрақұрылым тартып қойған жоқ бит кезінде. Қайда кетті сол инфрақұрылым бәрі? Суы қайда, светі қайда, басқасы қайда? Бақтияр мырза, сіз сұрақ қойдыңыз, мен жауап берейін, тыңдаңыз. Мынау кладбищенің төменгі жағынан бәрінде 3 көшесіне жүрген. Одан төмен қарай көшелерінде инфрақұрылым әлі жүрмеген. 160-қа жуық участке бар. Нұрқанович, бұл бізде қордаланған мәселе. Бұны біз жаңа жердің инфрақұрылым тартып, содан кейін ғана көшіре аламыз. Өйткені ол жерде үй салу мүмкін емес. Мынау жаңағыдай кәріз жүйесіне келетін болсақ, Шұғылада, Яшында да кәріз жүйесінің жобасы бар. Оның қаржысын біз ұсынып отырмыз. Ол үлкен республикалық бюджеттен қаржыны талап етеді. Алдыңғы жобаның ішінде жол, электр қуаты және газ, ауыз су нелері жүргізілген. Кәріз жүйесі ол бөлек проектімен шыққан. Енді салып тастаған жолды қайтып бұзасыздар ма сонда? Жоқ, кәріз жүйесі тротуардың жанымен өтеді. Дұрыс айтып отыр ғой енді. Бізде бір проблема бар, осы жүйелі келетқан, соны қазір тоқтата алмай жүрміз. Бізде бірінші жолын салады, кейін артынан инфрақұрылым жүргізеді, жолды бұзып. Негізі бұл практиканы тоқтату керек. Мына жерде қараңыздар, жалпы көтеріп отқан сұрағы өте орынды. Кәріз мәселесі енді бірінші кезекте қажет нәрсе ғой. Сондықтан соны қарап, жолды бұзбай, маған жобасын көрсетіңіздер. Анықтап қарап шығайық. Жоқ, қазір ағуы 78% қаланың бәрі кәріс жүйесімен қосылған деп тұр ғой. Не үшін онда көшеге ағып жатыр бәрі кәріс судың бәрі? Анықтап шығайық, қарайық. Бізде Бақтияр мырза өзіңіз білесіз, Бала Бүргемде, жаңа райондарда бізде кәріз жүйелері жоқ. Қазір өзің айтқан 52-де сол жерлерде кәріз жүйелері жоқ. Оны арық қағыз отқандар бойынша да біз сұрап салып отырмыз. Бізде мынау жерасты суының көтерілуі, Нұрхан Орлыбай, мынау төменгі райондарда жерасты су көктемде көтеріледі. Бұл жерлерде мысалы үшін үйге септикте қазу мүмкін емес. Осы аумақтарда жаңағы мәселе бар. Оны бәрін біз білеміз, толық аралап көргенбіз. Жобаларға қаржы қашан бөлінеді, сол кезде біз кәріз жүйесін жүргізетін боламыз. Енді красный линия бойынша жаңа Бақтияр мырза көтерді. Біз қазір 93 жерді қайтардық, Нұрхан Орлыбай, осындай заңсыз табысталған, жаңағыдай заң нормаларын бұзып берілген жерлердің бәрін. Ал енді мынау нақты факты болатын болса, бізге берсеңіздер, біз оларға тиісті шарасын көретін боламыз. Сонда нақты факты оны сонда қаланың ішінде аралап жүрмейсіз ба, сонда әкімсіз? Былай жасайық. Мәселе былай. Бәрін анықтап қарап шығу керек. Егер де кезінде құрылысы салынып кеткен құжаты бар, бірақ қазір таңда ол қызықсыз сызық, енді біздің біраз архитекторлерімізде бар, бір фантазия жасайды. Келешекте кеңейтеміз, үйтеміз, бүйтеміз деген. Барлық ғимарат бар болса, ол жерде үйде кірген, коммерциялық нысанда кірген, оның бәрін ретке келтіру керек. Оны бұзу емес, егер де кезінде салынған болса, сол генпланды өзгертіп, дұрыс қараңыздар, ол бір. Дұрыс па? Сол адеп кодекс бойынша акиматтар тәрбиелесе деп ойлаймын, мен акиматтағы адамдарды ше. Вообще әдепсіз. Барса, халық барса,
қабылдамайды, и сосын жаңағы дөрекі сөйлеп қайтарып жібереді да бәрін. Мен сізге айтайын. Енді құрметті жерлестер, ағайындар, енді бәрін әдепсіз деп санауға болмайды. Өйткені мемлекет жұмысшысы да ол өздеріңіз сияқты азамат, күнделікті жұмыс жасап жатқан. Егер де бір дөрекі бір нәрсе сөйлесе, әдепсіз болса, оның бәрі бірдей емес, оның бәрін былай айтуға болмайды. Арасында бірең-саран болатын шығар. Бірақ ол үшін әр мемлекеттік органда әдеп жөнінде уәкілі бар. Сол кісіге сіз арыздансаңыз, ол шарасын көретін болады. Екінші, мемлекеттер істер агенттігі бар. Әр облыста өзінің қарасты департаменті бар. Соның сайтына кіріп арыздарын жасатын болсаңыздар, болмаса әдеп өкілі жанында, болмаса басшысы бар тікелей. Осы мәселені ол міндетті түрде қарау керек және шарасын көруге болады. Бірақ бұл жерде мен сізге тағы бір айтатын нәрсе, нақты фактісі болу керек. Пәлен айтты дегенмен, енді оны ертең дәлелдеу қиын, өйткені ол азаматта өз құқығын қорғайтын болады. Сондықтан бұл жақта енді міндетті түрде бірінші мемлекет жұмысшы ол халыққа еңбек ету керек. Ол бір.